Ағымдағы оқу жылының аяқталуына санаулы күндер қалды. Алда оқушыларды 13 апта демалыс күтеді. Жаңашылдыққа сәйкес биыл оқудың соңғы күні 31 мамыр. Бұл өзгеріс оқуды 5 күндік форматқа ауыстырумен жүктеменің төмендеуіне байланысты орын алған. Жалпы биылғы оқу жылын 3.700.000-нан астам оқушы аяқтайды. Олардың 172.000-і 11 сынып түлектері. Оның ішінде алтын белгі үміткерлердің саны 6.800.000. Оқу жылының аяқталуы бойынша салтанатты іс-шараны 6.800.000, кешірім өтінемін. Оқу жылының аяқталуы бойынша салтанатты іс-шараны 1 маусымда балаларды қорғау күні мерекелеу шеңберінде өткізу жоспарланған. Аттестаттарды салтанатты табыстау ағымдағы жылдың 20-22 маусым аралығында өтеді. Оқу жылы аяқталғаннан кейін 9-11 сынып оқушылар үшін түлектерді қорытынды аттестаттау басталады. 9 сыныптарға арналған емтихандар 2-13 маусым аралығында 4 пән бойынша өтеді. Ал 11 сынып түлектері 5-19 маусым аралығында 5 пән бойынша білімдерін растайтын болады. Жазғы уақыттағы маңызды жұмыстардың бірі балалардың демалысы мен сауықтырылуын ұйымдастыру. Жазғы демалыс және сауықтыруменен 1-13 сыныптар аралығындағы балалардың 85%-дан астамы қамтылатын болады. Бұл 2,8 миллион баланы құрайды. Оның ішінде 500.000 жекелеген санаттағы отбасы балалары көзделген. Қазіргі таңда лагерлерде балаларды қабылдауға дайындық жұмыстары қызу жүргізіліп, аяқталуға жақын. 218 қала сыртындағы және 10.000-нан астам мектеп жанындағы бейінді және шатырлы лагерлер өз есігін ашады. Жазғы демалыс аясында мәдениет саласында 500-ден астам, спорт және туризм саласында 300-ден астам іс-шара ұйымдастырылады. Бұл мұражайлар мен киелі орындарға тегін экскурсиялар, кітапханаларға бару, спектакльдер және түрлі фестивальдар мен байқаулар. Балалардың спорт секцияларына және шығармашылық үйірмелерге тегін баруына мүмкіндік беру үшін жергілікті бюджеттен 93 миллиард теңге бөлінді. Оқушыларға арналған 50 сауықтыру лагерін, 100 инновациялық шығармашылық орталығын салу бойынша жұмыстар басталып кетті. Бұл нысандардың құрылысы 26 жылы аяқталуы қажет. Сонымен бірге өңірлерде балалардың жазғы демалысы мен бос уақыттарын тиімді өткізу ісі көп жағдайда формалды түрде жүргізіледі. Әсерлі, мағыналы іс-шаралар аз. Көбіне сапасы сын көтермейді. Премьер-министр жазғы кезеңде әкімдерге оқу орындарында қауіпсіздік жүйелерін жарақтандыру және жаңғырту жөніндегі қызметті жандандыру қажеттігін атап өтті. Сондай-ақ Әлихан Смайылов шалғайдағы елді мекендерде балалардың денсаулық жағдайына скрининг және стоматологиялық тексеру жүргізу үшін жылжымалы медициналық пункттердің жұмысын ұйымдастыру керек екенін айта кетті. Дана Асылханқызы, Первый Северный телеарнасы.